Сәлем достарым, құрылысты жалғастырайық. О, кім келді? Скай мен Рапл көмекке келді. Аха, және Дөнек көмектесем деп келді. Ғимаратты салу үшін бізге көп кірпіштер керек болады. Және әрине инженер керек болады. 2 инженер. Сәлем. Кірпіштерді бір-біріне салып, бағананы құрамыз. Осы бағаналардың үстіне алаңды орналастырып қою керек. Ол үшін бізге тікұшақ көмектеседі. Екі инженер Скай, Маршал жұмысты жақсы жүргізіп жатсындар. Тағы біреулер көмекке келе жатыр. Алақай, Рокки мен Чейз келді. Рокки мен Чейз саты алып келді. Ал инженер сатыны бекітіп қойды. Енді Скай сатыға мініп көр. Аха. Мен міндім. Рапл бізге жолды салып берді. Енді алаңға мінуге ыңғайлы болады. Дөнек тағы кірпіштерді алып келе жатыр. Инженер де арбасына кірпіштерді артып алып көмектесіп келе жатыр. Ал енді 2 инженер бізге кірпіштерден қабырға салып береді. Ал қабырғамыз дайын болды. Скай мен Маршал жағаның арғы жағында қалып қойыпты екен. Оларға көмектесу керек, міндетті түрде. Мен әрі қарай бара алмаймын, саты өте алыс тұр.
Суға тас лақтыру керек. Енді қалай болған екенін көрейік. Мен судан оңай өттім. Бірақ осы жер өте биік екен. Бізге саты керек. Енді осы кірпіштерден бізге саты салу керек. Саты дайын болды. Басқыш өте биік болып тұр. Мен міне алмаймын. Жағаның арғы жағына құмды жіберу керек. Осы құбыр арқылы құмды жағаның арғы жағына жібереміз. Мен дайынмын. Біз құмдық таспен итеріп, құбыр арқылы өткіздік. Каток бізге жолды төсеп бер. Енді Скай оңай мініп кетеді. Сәлем, Скай. Қалай жеттің? Әрең жеттім. Енді Скай мен Рапл Маршалды тосады. Сәлем. Мен әзер жеттім. Жол өте қорқынышты болды. Сәлем, Маршал. Сәлем. Сендер Скай екеулерің нағыз баттырсыңдар. Сәлем, Маршал. Сәлем. Чейз, Рокки, Рапл, Скай және Маршал барлығы бірге жиналып енді ойнайды.